Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге өте керемет дастарханның сәнін келтіретін жаңа жылдық десерттің түрімен бөлісейін деп жатырмын. Кеттік. Құрамына керекті заттар: шоколад, йогурт, печенье, алма, құрма, банан, мандарин, анар, кукуруздың үгінділері және де алмұрт қажет болады. Ең алдымен бір дана алмамызды аламыз да, оны ортасынан екіге бөліп, тағы да оны бөліп аламыз да, оның қажетсіз бөліктерін алып тастап, төрт бұрышты етіп, кішкене майдалау етіп, пышақтың көмегімен барлығын турап кесіп алатын боламыз. Бір дана алма негізі бізге жеткіліксіздеу болады, сондықтан да екі дана алманы қолданған болатынмын. Осындай дайын түрінде жасайтын боламыз. Бірден үйлеріңізде осындай кез келген шұңқырлау ыдыс болатын болса, осындай ыдыс өте жақсы болады. Осындай ыдысты аламыз да, мен 4 ыдысқа жасаған болатынмын. Туралған алмаларымызды бөліп салып алдық. Менде бір дана алма кішкене жеткіліксіздеу болып қалған соң, тағы да бір дана алманы алып, оны бөліктерге бөліп кесіп алған болатынмын. Содан соң жаңағы алмалардың үстіне тағы қосымша ретінде алмаларды 4-ке бөліп салып шыққан болатынмын. Содан соң барып кез келген дүкенде сатылатын йогуртты алсаңыздар болады, яғни өздеріңізге ұнайтын йогурттың түрін қолдануға болады. Осылай 4 ыдысқа алманың үстіне аздау етіп, барлығына бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Содан соң араларына бір дана ашылған анарымызды аламыз да, осылай жаңағы йогуртымыздың үстінен қойып шығатын боламыз. Негізі бізде анар өте пайдалы, білесіздер. Содан соң дайын болған анарларымыздың үстінен жаңағы дастарханның сәнін келтіретін жаңа жылдық жаңағы мерекені еске түсіретін мандариндерімізді аламыз да, оның сыртқы қабығынан ажыратып алатын боламыз. Содан соң мандариндерімізді осылай бөліктерге, кішкене бөліктерге ашылған бөліктерін алып, осылай жаңағыдай анардың бетіне қойып шығатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша негізі кез келген жеміс түрлерін қолдануға болады. Мендегі үйдегі бар жемістерден пайдаланған болатынмын. Осылай барлық, яғни 4 ыдысқа өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мандариндерді салып шығасыздар. Содан соң оның үстінен тағы да йогуртымызды аламыз да, барлығына біркелкі етіп салып шығатын боламыз, және қасықтың көмегімен барлығына тегізіп жайып шығатын боламыз. Одан соң алмұртты қолданған болатынмын мен. Алмұртты да дәл алма секілді пішінін, яғни көлемін сол алманыңкіндей етіп кесіп алатын боламыз. Және де осылай туралған алмұрттарымызды жаңағы мандариніміздің үстінен салып шығатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай барлығы қабат-қабат жасалып жатыр. Содан соң оның үстінен йогуртымызды алып, барлығына біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне өте керемет болып шығып жатыр. Яғни бұл фруктовый десерт десек те болады. Содан соң құрманы аламыз да, оны да 4 бұрышты етіп бөліктерге бөліп аламыз. Дайын болған құрмаларымызды осылай жаңағы алмұрттың үстінен салып шығатын боламыз. Яғни 4 ыдыстың барлығына жеткізіп салып алатын боламыз. Мен 2 дана құрманы қолданған болатынмын. Содан соң бананымызды аламыз. Бізде бір дана банан жеткілікті болады. Осылай майдалап кесіп алатын боламыз да, оны осылай кәдімгі өзінің кесілген формасында ыдыстарымыздың жаңағы бетіне қойып шығатын боламыз. Ешқандай да бөліктерге бөлмей, бөліктерге бөлем десеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Содан соң оның үстінен тағы да йогуртымызды алып жағып шығатын боламыз, яғни барлығына біркелкі етіп. Иісі өте керемет болып шығып тұр. Енді ең керемет сәт, яғни өздеріңіздің әркім өзінің фантазиясы бойынша жасауға болады. Мен бірінші ыдысқа осылай M&M's'тің бөліктерін салып шыққан болатынмын. Екінші бөлігіне шоколадты алдым да, оны үкіштен өткізіп, осылай бетіне қойып шыққан болатынмын. Ал үшінші бөлігіне
кукуруздың осындай қалдықтары бар ғой, соны салып шыққан болатынмын. Ал төртінші ыдысқа осылай жаңағы анардан қалған бөлігін бетіне қойып шыққан болатынмын. Міне өте керемет болып тұр. Міндетті түрде мына десертті жасап көріңіздер. Қонақтарға тарту етсеңіздер болады, және де балалар сүйіп жейтін нағыз керемет десерттің түрі десек те болады. Әрі дастарханның да сәнін келтіретін өте аппетитный десерт болып тұр. Міндетті түрде жасауды ұмытпаңыздар, достар. Біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал достар, жаңа жылға жасап көріңіздер. Жаңа жыл мерекесі баршамызға құтты болсын.